Заманымыздың заңғар тұлғасы, жазушы Әбіш Кекілбаевтың Тасбақаның шөбі әңгімесінде досының өтінішін орындай алмай қаламын ба деген күдіктен жолаушылап бара жатқан қара бала тырбаңдап жүрген Тасбақаның аузындағы шөбін көріп қалып, оны қалтасына салып алады. Сол-ақ екен, барған жері мұны құшақ жая қарсы алып, өтінішін орындап, айы оңынан туа кетеді. Қара бала Тасбақаның шөбін көргендіктен осындай сәттілікке жолықтым деп жорамалдайды. Ал шынайы өмірде ше? Өз бетімен жүрген Тасбақаның аузындағы шөпті көрген адамның расымен де жолы бола ма? Адамзат баласы жайбасар жануардың ұзақ өмір сүру құпиясын ашуға тырысып келеді. Көпшілігіміз тасбақалардың ұзақ өмір сүруі олардың жай қозғалуына тәуелді деп ойлаймыз. Ал шындап келгенде ұзақ жасауының құпиясы ішкі ағзаларына байланысты екен. Тасбақалардың ішкі ағзалары қартайған шағында да жастық шақ кезіндегідей жұмыс жасайды. Жер бетінде ұзақ өмір сүретін тіршілік иесі болғанмен, тасбақалардың жауы көп. Мысалы, теңіз тасбақалары жұмыртқаны жарып енді теңіз бойына жол алған сәтте шағалалар немесе басқа құстар азықтанады. Кейбір жыртқыш құстар оларды тырнақ астына алып биікке ұшып, қатты шың құздарға тастайды. Онымен қоймай көптеген тасбақалар аштықтан өледі. Себебі азығын табу қиынға соғады. Тағы да бір жайт, ертеректе алып тасбақалар кездескені мәлім. Ондай алыптарының сауытын ежелгі үнді жерінде соғыста қалқан ретінде пайдаланған көрінеді. Тасбақаның өзге тіршілік иелерінен ерекшелігі ұзақ уақыт қоректенбей, су ішпей жүре алатындығында. Арқасындағы мықты сауыты тасбақаны температуралық толқулардан сақтайды. Қыстың қатты аязы мен боранында, не жаздың аптапты ыстығында олар тіршілік етуді тоқтатады. Яғни мұндай сәттерде тасбақалар терең ұйқыға кетеді. Қазақ халқы тасбақаны киелі санайды. Бала күнімізде тентектер тасбақа тауып алса, оның тырбаңдағанын қызық көріп, кейде сауытын тексеру үшін ары-бері лақтырып азаптайтын. Сонда ата-әжелеріміз жаны шығардай араша түсіп тасбақаны бостандыққа жіберетін. Қазақта тасбақаның дауылы деген тіркес бар. Тасбақаның табиғат құбылысына қатысы қанша? Бұл сұрақтың жауабы ұлтымыздың мына бір сенімінен туындаған аңыздан табылады. Халық сенімі бойынша тасбақа аузына бір шөкім шөпті тістеп ініне кіріп ұйқыға кетедіміз. Соны ұйықтап жатқанда талғажу қыладымыз. Көктем келіп, барлық тіршілік иесі жанданып жатқанда тасбақа да ұйқысынан оянады. Ұзақ ұйқыдан тұла бойы ұйып, әбден әлсіреп қалған тасбақа үстіндегі топырақты сілкіп түсіруге шамасы келмейді. Табиғат ана оған көмектесу үшін дауыл тұрғызадымыз. Ал сол кезде оның аузына тістеген шөбін алған адамның бар арманы орындалады екен. Жергілікті халық сондықтан жолы болғыш адамды тасбақа шөбі бар адам деп те атайды. Ата-бабамыздың оны киелі тіршілік иесі санауына мына бір аңыздың да себеп болғаны анық. Ғайса пайғамбардың анасы Бибі Мәриям Құдайға құлшылық етіп үңгірде жатады. Нәр татпайды, су ішпейді. Жалғыз қылтанақ шөпті тістеп, соның нәрін сорып жата береді. Мәриямның тақуалығына риза болып, Алла шөптің бойына құнарлы азық пен бал татыған су бітіреді. Мың дерттің шипасын береді. Мәриям суық үңгірде жатса да ауырмайды. Кейіннен ол шөп Мәриям шөбі деп аталыпты. Бірақ ол ілуде біреудің ғана көзіне шалынады екен. Оның қасиетін білген тасбақа аузына көлденең тістеп, ұзақ күндік сапарларды шаршамай талмай жүріп өтеді. Әрі қарны да ашпайды, шөл далада да сусап өлмейді. Тасбақаның ұзақ жасайтын сыры да осы шөптің қасиетінде екен. Пайғамбардың анасына жәрдемдескені үшін қазақтар оны нақақтан нақақ өлтіруге тыйым салған. Тасбақаға тиіссе, Мәриям анамыздың наласы ұрады деп сенген. Ал орыстар тасбақаның шөбін қиып түсер деп атайды. Өйткені әлгі бір тал шөп темірдің өзін қиып түсетін, тіпті үгітіп жіберетін қасиетке. Сондықтан фауна әлемінде жалғыз тасбақа ғана таба алатын қиып түсерді қолға түсіру көбінесе ұры-қарылар, сондай-ақ темір тордың арғы жағындағы жазасын өтеушілердің асыл арманы болған. Алайда тасбақаның тіскенінің бәрі сиқырлы шөп емес. Мұны ертеректе адамдар көптеген тәсілдермен анықтаған.
Екі аяқты айлакерлер тасқабаның інінің кірер тесігіне шегені көлденеңнен қойып қойған. Азығын тауып баспанасына оралған жорғалаушы аузындағы шөптің арқасында шегені кесіп өте береді. Бұл тәсіл орыстың жазушысы Лев Толстойдың казаки шығармасында айтылған. Екінші бір тәсілі шөп ору арқылы. Иван Купала қарсаңындағы түн, шығыс және батыс славяндардың мейрамы, мерекесінде қасқарайғанда шөп ору қажет. Егер орағыңыз шорт етіп сынып қалса, онда орағыңыздың қиып түсерге тигені. Қасиетті шөпті 1 жылдан артық сақтауға болмайды. Себебі оның балғындығы жоғалса өткірлік қасиетінен айырылады. Ал сіз ше, тасбақаның шөбін кездестірдіңіз бе?